Сәлем достар, біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестке арналған есептерді шығарудамыз. Бізге келесі 18 есеп берілсін. Есептің шартында берілген теңістіктер жүйесінің шешімін табуымыз қажет. Бірінші теңістіктер жүйесіне назар аударсақ, бірінші теңістігіміз квадрат теңістік. Квадрат теңістікті шығару үшін оның екі жақ бөлігінде айнымалы x болғандықтан, квадрат турасындағы өрнектің өзі үлкен не тең 0 болуы қажет. Сонда x квадрат минус x минус 12 үлкен не тең 0. Енді осы теңістіктің екі жағын бөлігінде квадраттайтын болсақ, онда бізде x квадрат минус x минус 12 кіші не тең x-тің квадратынан. Бірінші квадрат теңістіктің өзінен екі теңістікті аламыз. Ал енді екінші теңістікке назар аударсақ, бұл жерде көбейтінді, және екінші көбейткішіміз түбір астында тұрғандықтан, екінші көбейткіштің түбір астында өрнектің өзі x минус 4-тің өзі үлкен не тең болу керек 0-ден. Және x минус 5 пен квадрат түбір астындағы x минус 4-тің көбейтіндісі кіші немесе тең 0 болу қажет. Осы төрт теңістіктер жүйесінің ортақ шешімі берілген теңістіктер жүйесінің шешімі болып табылады. Алдымен бірінші теңістікті шығаратын болсақ, бұл бізде квадрат теңістік. Квадрат теңістіктен дискриминант бойынша тапсақ, x квадрат минус x минус 12 үлкен не тең 0. Дискриминанттан v-ның мәні минус 1, 1-дің квадрат, минус 4 пен минус 12-ні көбейтсек плюс 12, 4 жердегі 12, 48, 49. Дискриминант 49-ға тең. Енді x1 мен x2 мәнін табатын болсақ, 1 плюс минус 49 ол 7 бөлінген 2. Сонда x1-ші мән 1-ден азайтсақ 7-ні минус 6, минус 6-ны 2-ге бөлсек минус 3-ге тең. Екінші мәні 1-ге 7-ні қоссақ 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4. Ал екінші теңістікте, сонда біз бірінші теңістіктің өзін алмастыра аламыз. Екі мәнге x плюс 3 және x минус 4. Осы теңістік үлкен не тең 0-ден. Ал екінші теңістіктен екі жақ бөлігінде x квадрат қысқарады. Сонда минус x-ті теңістіктің екінші жағына шығарсақ, x үлкен не тең минус 12-ден. x үлкен не тең минус 12-ден теңістігі шығады. Үшінші теңістіктен x үлкен не тең 4-ден. Ал үшінші теңістікте біз түбірден құтылып, онда квадраттайтын болсақ, екінші түбіріміз өзгереді. Бірақ түбірдің астындағы сандың өзі 0-ден үлкен екенін ескереміз. Сонда біз оны x минус 5 және квадрат түбір астындағы x минус 4 осы екі өрнектің көбейтіндісі кіші 0 болу керек екенін ескеруіміз қажет. Енді бірінші теңістікте x-тің мәндері минус 3 пен 4 болғанда мәні 0-ге тең. Координаталық түзуге салып белгілейік. Теңістігіміз қатаң емес болғандықтан минус 3 пен 4 саны аралыққа кіреді. Осы координаталық түзуді 3 аралыққа бөледі. Және бұл жердегі теңістігіміз үлкен не тең 0 болғандықтан бізге қажет плюс аралық. Бұл жерде көбейтіндіні x пен x-ті көбейтсек x квадрат, таңбасы плюстен басталғандықтан бірінші аралық плюс, екінші аралық минус, үшінші аралық плюс болады. Ал бізге жауабында қажет плюс аралық, сондықтан жауабы бірінші теңістіктің минус шексіздіктен минус 3-ге дейін және 4-тен плюс шексіздікке дейін аралық. Келесі, екінші теңістікті қарастырамыз. X теңсіздігіміз қатаң емес, минус 12 аралыққа кіреді. Бірақ x-тің мәні 12-ден үлкен. Яғни бұл теңсіздіктің шешімі минус 12-ден бастап плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі үшінші теңсіздіктің координаталық түзуін саламыз. Бұл жерде x үлкен не тең 4, 4 аралыққа кіреді. Яғни біз 4-ті 4-тің астына салуымыз қажет. 4-тен үлкен, мына аралық. Келесі төртіншісін саламыз. Ол жерде бізде бар x тең 5 және x тең 4. 5 те 4-те аралыққа кіреді. 4-ті 4-тің астына жазамыз. Ал 5-ті 4-тің оң жағында. Бұл жерде 3 аралыққа бөледі. Бірақ
біздің 4-тен кейінгі кіші мәнді қоя алмаймыз, себебі берілген ол квадратурасындағы өрнегіміз 4-тен кіші санды қабылдамайды. Себебі кез келген теріс саннан 4 азайтсақ, түбірасындағы теріс сан шығады, ал теріс саннан квадрат түбірасынан ешқандай мән табылмайды. Сонда біз 4 пен 5-тің арасындағы мәнді қарастырамыз. 4 пен 5-тің арасындағы кез келген 4,5 санын қойсақ, көбейтіндінің мәні минус. Ал 5-тен ары қарай плюс. Бірақ бізге бұл жерде қажет минус аралық. Минус аралық ол 4 пен 5-тің аралығы. Енді осы 4 координаталық түзуден бізге қиылысатын аралығы ол бізде 4-тен бастап 5-ке дейін. Осы аралықта берілген теңістіктер жүйесінің шешімі. Оның шешімін жазатын болсақ, алдымен квадрат жақшаның ішінде 4 пен 5 екеуі де аралыққа кіреді. Немесе қос теңістік түрінде беретін болса жауабын, онда x-ның қабылдайтын мәні x үлкен не тең 4-тен, кіші не тең 5-тен. Екі түрде жазуға болады. Келесі 19 есепке назар аударайық. Бізге төбелері А, Б, С, Д төбелері болатындай тіктөртбұрыш берілген. Осы тіктөртбұрыштың симметрия центрінің координатасын табуымыз қажет. Бұл жерде айтып тұрғанда берілген А, Б, С, Д әртүрлі координаталары болғанымен, олар тіктөртбұрыш болғандықтан оны біз тіктөртбұрыш ретінде қарастыра аламыз. А, Б, С, Д. Тіктөртбұрыш болғандықтан АБ-ның СД-ның ұзындықтары тең, АД-ның ВЦ-ның ұзындықтары тең. Ал симметрия центрін табу үшін осы тіктөртбұрыштың диагональдарының қиылысу нүктесін табамыз. Яғни диагональдары АС диагоналі мен ВД диагоналі. Олардың қиылысу нүктесі О нүктесі. Осы О нүктесінің координатасы берілген тіктөртбұрыштың симметрия центрінің координатасы болып табылады. Олай болса, алдымен А нүктесі мен С нүктесінің ортасының координатасын тапсақ жеткілікті. Олай болса, О нүктесінің координатасы x мәнін табу үшін, ол бізде А-ның мәні x3 қосылған, С-ның x12. Бұлай жазайым түсінікті болу үшін, А-ның x мәнін қосамыз, С-ның x мәніне бөлеміз 2-ге. Сонда А-ның орнына қоямыз 3-ті, С-ның орнына қоямыз 12-ні. Екеуін қосып 2-ге бөлсек, 7,5-ке тең. Екінші, О нүктесінің y-ін тапсақ, координатасын. Ол бізде А-ның y-іне қосамыз С-ның y-ін, бөлеміз 2-ге. Бізде А нүктесінің y-і 2-ге тең, қосамыз С нүктесінің y-і минус 1-ге, бөлеміз 2-ге. 2-ден 1-ді азайтамыз, 1 қалады, 2-ге бөлсек 0,5. Сонда берілген 19 есепте А, Б, С, Д тіктөртбұрышындегі симметрия центрі, яғни О нүктесінің координатасы абсцисасы 7,5-ке, ординатасы 0,5-ке тең нүкте болып табылады. Біз сіздермен қарастырдық ұлттық бірыңғай тестке арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.